Баршаңызға сәлем. Бүгін әдеттегіден өзгеше тоқаш синабондардың рецептімен бөлісемін. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырдым. Соңына дейін көріңіздер. Алдымен жылы сүтке шекер және ашытқы қосып араластырамыз. Содан соң ерітілген сары май мен жұмыртқа салып жақсылап қозғаймыз. Сосын ұн қоса отырып араластырамыз. Қамырымызды кішкене илеп, бетін жауып, 1,5-2 сағатқа көтерілуге жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп, қамырымызға 4 бұрышты форма береміз. Содан соң былай квадрат жасаймыз. Келесі бетіне аударып оқтаумен жаямыз. Шамамен 1 сантиметрдей болуы керек. Енді ерітілген сары май жағып шығамыз. Шекер мен корицаны араластырып, қамырымыздың бетіне себеміз. Сосын рулет сияқты жаймен ораймыз. Кәдімгі жіпті астынан өткізіп, айқастырып, қамырымызды кесеміз. Пергамент қағазы төселген табаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіреміз. Кремін дайырлайық. Қаймаққа қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Мынадай крем пайда болады. Піскен ыстық тоқаштарымыздың бетіне жағып шығамыз. Сонда ол сіңіп, дәмі одан сайын дәмді бола түседі. Міне, синабондарымыз дайын, дәмді, әдеттегі тоқаштардан өзгеше жұп-жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептім ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.